Сәлеметсіздер оқушылар. Әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 51-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы еңбектің наны тәтті. Дені саудың жаны сау бөлігі. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі ойды анықтайсың, кейіпкердің іс-әрекетін бағалайсың. Бірінші тапсырма оқы. Дастархан басында айтылатын қандай жақсы сөздер білесің? Қолыңыз тер көрінесін, ас болсын, қанағат, рахмет, дәмді болды, өте дәмді, бата беріңіз. Мен дастархан басында ас болсын, рахмет деген сөздерді жиі қолданамын. Спандияр Көбеев балалар жазушысы, аудармашы, қазіргі Қостанай облысының Меңдіқара ауданында дүниеге келген. Жазушының үлгілі бала атты кітабы бар. Түсініп оқы. Түскі тамақ пен кешкі тамақ. Таңертең бала ешбір жұмыссыз үйде отырды. Түскі асты ішетін уақытта шешесі еттен сорпа келді. Бала сорпаны татып көрді де, бүгін сорпа дәмсіз екен, деді. Ол дәмсіз болса, кешке дәмді сорпа пісіріп беремін, деді шешесі. Түскі тамақтан соң әкесі шөп тасыды. Баласы әкесіне көмектесті. Шөптің төбесіне шықты, әбден шаршап кешке үйіне келді. Шешесі түстен қалған сорпаны нанды дастарханға қойды. Баласы сорпаны татып байқады. Түстегі сорпадан мына сорпа дәмдірек деді. Сонда шешесі: бұл түстегі сорпаның қалғаны еді. Сен түстен кейін жұмыс істеп, қатты шаршадың. Содан саған бұл сорпа дәмді көрінді. Таңертең ешбір жұмыссыз үйде отырдың. Соған бұл сорпа дәмсіз болды деді. Анықтау оқуда қалай басталды? Бала таңертең ештеңе істемейде отырды. Түскі ас ішетін уақытта шешесі ет пен сорпа алып келді. Баладан көріп дәмсіз дейді. Бағала. Бала неліктен сорпаны ұнатпады? Бала түскі астағы сорпаны ұнатпайды, өйткені ештеңе істемейді отырып, қарны ашпағандықтан деп ойлаймын. Дастархан басында өзіңді ұстай біл деген тақырыпта ереже жаз. Ас ішудің алдында нанды сындырып, бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөзді айтып, нанын ауыз тиіп, кейін басқа тағамды жейді. Бұл сөз ерімді Алланың атымен бастаймын дегенді білдіреді. Нанды бір қолмен үзуге болмайды. Ас ішкен ыдысты төңкеріп қоюға болмайды. Қонаққа кесеге құюға болмайды. Ас ішіп болған соң тойдым деуге болмайды. Қанағат деу керек. Әкесі тірі баланың бас жеуіне болмайды. 6-шы тапсырма мәтіннен анасының түстен кейін айтқан сөзін тауып оқы. Бұл түстегі сорпаның қалғаны еді. Сен түстен кейін жұмыс істеп қатты шаршадың. Содан саған бұл сорпа дәмді көрінді. Таңертең ешбір жұмыссыз үйде отырдың. Содан саған бұл сорпа дәмсіз болды деді. Қорытындыла, еңбек етудің денсаулыққа қандай пайдасы бар? Еңбектің пайдасы тәрбиелейді, жігерлендіреді, күш береді, қуантады, бақытты етеді, өмір сүруге үйретеді, үнемшіл болуға үйретеді, таратып шаршатады, ширатады, шынықтырады. Үйге тапсырма, еңбектің наны тәтті деген мақалдың мазмұнын түсіндір. Әр адам өз еңбегінің нәтижесін көргенде асқан қуанышты сезімде болады. Оны басқалардың таптауына жол бермеймін. Әркімге өзінің еңбегімен келген нәрсе ыстық және ең қымбат. Бейнеттің қатты болса, татқаның тәтті болады деген халық даналығы осыдан шыққан.